Ассалаумағалейкум. Бүгін 22 наурыз. Баршаңызды наурыз мерекесімен құттықтаймын. Қазақтың жалпы мұсылмандардың жаңа жылы құтты болсын. Иә достар, кеше бізде Шымкент қаласында 21 наурыз күні түнгі сағат 22:30 бен 50-дің арасында 2 мәрте қатты жер сілкінісі болды. Шамамен 3 балдай болды. Соның өзінде үйлеріміз шайқалды. Қорқып, бәріміз көшеге шығып паниковать етіп кеттік. Я достар, сосын тағы да WhatsApp желісінде, Instagram, TikTok'та таңғы сағат 4-тер шамасында және де жер сілкінеді деген екен. Біз түнімен ұйықтамай қалай болады екен деп кішкене уайымдаған жайларымыз бар. Бірақ аман есен, Құдайға шүкір, ешқандай жер сілкінісі және қайталанған жоқ. Шымкент өзінің орнында. Енді достар, басқа қалаларда да аман есен болып жатқан шығар достар. Иә достар. Енді сондай жалған ақпарат таратып, жалған мәлімет таратып жатқан адамдарды өзі Алла кешірсін деп деймін. Ондай жалған ақпараттар таратпаңыздар, айналайын. Нақты біздің жер сілкінісін сейсмологтардың мәліметтеріне жүгінсеңіздер болады деген достар. Иә достар. Иә достар. Енді наурыз мерекесі сіздермен бірге құтты болсын деймін. Енді еліміз жұртымыз осындай жер сілкінісінен аман болсын достар. Я достар, мен осы орайда сіздерге айтамын, мен каналыма тіркеліңіздер. Мен каналым ішінде мен қазақша өлеңдер айтамын. Сол видеоларымды көріп шығыңыздар және мені қолдаңыздар. Я достар, бүгінгі наурыз мерекесі құтты болсын. Еліміз келесі наурызға мерекесін аман есен бәріміз жете берейік. Қазақтар аман болсын. Қайда жүрсеңіздер де аман есен болыңыздар достар деген оймен білдіремін. Сіздерге өзім рахметімді білдіремін. Жасыл жайлау төкті гүлім, көк кілемде көп ойнаймын, көп күліп. Айдың нұры күннің сөккен сәулесін, қазағымның алақаны деп біліп. Қайда жүрсем атамекен, көкейімде жатады екен. Күннің көзі ұясына қимай оны батады екен. Достар, мен өлеңнің кішкене куплеттерін ұмытып отырмын. Сонда да бірақ өзімше патриоттанып айттым достар. Достар, наурыз мерекесі құтты болсын. Шымкент қаласы аман есен, ешқандай да түндің сағат 4-те жер сілкінісі болған жоқ. Үйтіп айтқан адамдар дұрыс айтқан жоқ, сондықтан дұрыс мәліметтер таратуды өтінемін. Ал енді достар, менің каналыма тіркеліп, менің ішінде тұрған кірсеңіздер, видеоның ішінде қазақша айтқан көптеген өлеңдерім бар. Сіздермен бірге Нұрсұлтан Молдабаев және Нұрсұлтан YouTube арнасы.